Діни сенім, дін ар-ождан бостандығы құқығы Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген адамның негізгі құқықтарының бірі болып табылады. Әрбір адамның діни сенім бостандығына құқығы бар делінген Қазақстан Республикасының Конституциясының 22 бабында. Қазақстанда діни қатынастарды реттейтін арнайы заң 1992 жылы қабылданған. Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң болып табылады. Қыры Конституциясының 1 бабы 1 тармағында Қазақстан өзін демократиялық, зайырлы құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтыратыны айтылған. Зайырлы ұғымы діни ұйымдар мемлекеттік істеріне араласа алмайды және елдің саяси өміріне ықпал ете алмайды дегенді білдіреді. Зайырлы мемлекет дінді немесе дінді жоққа шығармайды, бірақ қабылданатын шешімдер діни емес, құқықтық принциптерге негізделген деп болжайды. Сонымен бірге, бұл тек бостандықтар мен құқықтар туралы ғана емес, сонымен бірге азаматтардың міндеттері, олардың жауапкершілігі туралы. Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңның 3 бабында заңда көзделген жағдайларды қоспағанда ешкімнің өзінің діни нанымына байланысты азаматтық міндеттерін орындаудан бас тартуға құқығы жоқ екендігі айтылған. 2011 жылғы 10 қазандағы қыры қолданыстағы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңы терроризм мен экстремизмнің өршіп бара жатқан қаупіне байланысты діни бірлестіктердің қызметі одан әрі реттеу үшін қабылданды. Қыры әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде 499 бап Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасын бұзғаны үшін діни жораларды, рәсімдерді өткізуге, діни әдебиеттерді және діни мазмұндағы өзге де материалдарды, діни мақсаттағы заттарды әкелуге, дайындауға, шығаруға, таратуға, ғибадат үйлерін салуға, діни сезімдерін қорлауға, не қадір тұтатын заттарды, құрылыстарды қорлауға қойылатын талаптарды бұзғаны үшін тыйым салу мен жаза көзделген. Миссионерлік қызметті тіркеусіз жүзеге асыру, діни әдебиетті дінтану сараптамасын қорытындысыз пайдалану, діни бірлестіктің саяси қызметпен айналысуы, мемлекеттік органдарда діни бірлестіктердің ұйымдық құрылымдарын құру. Ата-анасының біреуі қарсылық білдірген кезде кәмелетке толмағандардың діни бірлестіктің қызметіне қатысуы 453 бапқа сәйкес. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының өнімін сол сияқты әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни араздықты қоздыруға бағытталған мәліметтер мен материалдарды қамтитын өзге де өнімді дайындауға, сақтауға, әкелуге, тасымалдауға, Қазақстан Республикасының аумағында таратуға тыйым салу және айыппұлдар көзделген.